Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін фарш пен пицца жасайтын боламыз. Ыдысымызға суымызды құямыз. Одан соң дәміне қарай тұзымызды саламыз. 1 қасық дрожжымызды саламыз. Енді сұйық майымызды құйып, араластырып, ұнымызды салып, қамырымызды иелейміз. Қамырды иелеп 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал ол уақытта сковородкамызға фаршымызды салып, жақсылап қуырамыз. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Енді салмасын қалауыңызша жасасаңыз болады. Болгар бұрышын қосамын мен, оны турап аламын. Енді кетчупқа базилик салып, жақсылап араластырамын. Одан соң сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Енді қамырымыз көтерілді, оны 2 бөлшекке бөліп, 1 иелеп аламыз және де жайып шығамыз. Жайып болғаннан соң формамызға саламыз және де томатымызды жағып шығатын боламыз. Одан соң үстінен піскен фаршымызды саламыз. Барлығын жақсылап салып шығамыз. Енді болгар бұрышы, бұны салғаннан соң 5 минутқа духовкаға пісіріп аламыз. Міне 5 минутқа салып алдым. Енді үстінен сырымызды салып, тағы да 5 минутқа духовкаға жібереміз. Біздің пиццамыз дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіз. Видеоны көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз.